431 күн бойы таңғы 5-те оянуым міне сіздердің алдарыңызға YouTube каналға шығуға алғашқы қадамымды жасап жатырмын. 431 күн бойы біреуге аз, біреуге көп болуы мүмкін. Мен үшін мықты трансформациядан өткен жол болып жатыр, әлі де болады. Таңғы 5-те оянып бастаған кезде менің 5-ші бала 3 айлық болды, және де ерте тұру бастапқы уақытта маған өте қатты қиын болды. Осы жолда мен осы күнге дейін ерте тұрамын, осы уақытқа дейін осынша уақыт бойы өзіммен жұмысты тоқтатпаймын деген нәрсені ойлау даже ойыма да кіріп шықпаған. Просто ештеңе күтпей әрекетімді тоқтатпағанымның арқасында қазір сіздердің алдарыңызда YouTube каналда отырмын. Өте қатты бір жағынан қобалжып отырмын, себебі мен ауылда тұратын, атамның қолында тұратын келінмін. Қазіргі таңда үйде декретте 5-ші баламен отырмын. Бүгін үлкен қызым 12 жасқа толып жатыр. Бұның барлығы маған жазу үлкен бір күшті талап еткен сәттерімнің бірі болып тұр. Ерте тұру деген кезде барлығы қорқынышты болып көрінеді. Мен қалай ерте тұрам, менің қолымнан келе ме, ол келмей ме деген сияқты. Бастапқыда миыңыз қарсыласып ерте тұрып үйрене алмауы мүмкін. Бұның барлығы норма. Бірақ организм ерте тұрудың пайдасын түсініп бастаған кезде автоматом осы нәрсені сұрап тұратын болады. Яғни ерте тұруды күтіп тұратын болады да организмнің өзі. Неде ерте тұрып бастағаннан бастап менің өмірім до и после болып өзгеріп жатыр Алланың қалауымен. Менің әдеттерім, менің сырт келбетім, менің жан дүнием, менің адамдармен қарым-қатынасым, менің ортаға шығуым, менің социумға шығуым, менің сіздерге YouTube түсіріп YouTube каналға да видео жазба жазып отыруымның өзі бұл үлкен трансформациядан шыққан козыр десем де болады. Сол себепті бұның барлығы жай болып жатқан жоқ өмірімде. Ерте тұрып өзімен оңаша қалған кезде сенің ішкі ойларыңды басқара алатын мүмкіндігің бар. Күнделікті өмірде сіз қарбаласпен, жұмыспен, тірлікпен, күн сайынғы быт дейді ғой, яғни үй шаруашылығында жасап жатқан тірліктерімен жүрген кезде өзімен оңаша қалуға уақыты болмайды. Дәл осы ерте тұру арқылы мен өзімді оңаша қалып, өзіммен танысып бастадым. Яғни өзімнің ішкі сезімдеріме үңілуді үйрендім. Өзімнің ішкі қалауларымды және де спортпен айналысуға да махаббатым ашылып, күн сайын өзімді өзгертуге қадамдар жасап жатырмын. Біреуге аз болуы мүмкін, біреуге көп болуы мүмкін. Менің ойымша, адам өз-өзімен оңаша қалған кезде қандай әрекеттерді жасайды, сол әрекеттердің жемісі оның өмірінде де байқалып бастайды. Біздер көбіне ортада болсын, отбасында болсын, кейбір тұстарымызды өзіміз басқалардан жасырамыз. Бірақ қанша жасырсақ та біз өзімізбен қалған уақытта өз-өзіміздің алдымызда шынайы бола аламыз. Яғни осы шынайы болуымыз арқылы біздер өзінің әдеттерімізді жақсы жағына өзгертуге мүмкіндіктерді көп аламыз. Мен ең басында спортқа деген ешқандай да бір қызығушылығым болмаған осы өмірімде, мен қазір 34 жастамын, 33 жасқа дейін спорт деген маған қиын нәрсе болып көрінетін. Бірақ мен қазір күн сайын жаттығулар жасаймын, разминка жасаймын, спортты ешқандай қиындатпаймын. Яғни қолымнан келгенше күніне 10-15 минутымды спортқа арнаймын. Яғни сол арқылы мен осанкамды реттеймін, энергия аламын деген сияқты белгілі бір жаттығуларды жасап. Болмаса таңертең ерте тұрған кезде 5 бет кітап оқысам да, мен оны сапалы түсінемін. Яғни көптеген ақпараттарды миыма сапалы түрде құямын. 5 бет кітап оқысаң да, өзіңмен оңаша қалып оқыған кітаптың пайдасы өте көп екенін мен күн сайын көзім жетіп жатыр. Күнделікке өзіңнің ойларыңмен бөліссең де, бірінші негативіңді шығара берген сайын, ол негативті барлығы жойылып, позитивке айналады. Позитивтен айналып болғаннан кейін, оның барлығы уже идея, мақсат, армандарды жүзеге асыру деген сияқты өзіміздің ойларымызды өзгеріп бастайды. Күн сайын мен өзіме айтамын, сен ауылда тұрсаң да, сен өзіңді шектеме деймін. Қолыңнан келгенше мүмкіндіктерді ештеңе күтпей-ақ, нәтижесін күтпей-ақ жасай бер. Сен ауылда тұрғаның бұл сені бір рамкаға салып тастаймын деген нәрсе емес. Сенің ауылда тұрғаның болмаса, бұл өмірде саған мүмкіндіктердің барлығы жабық деген нәрсе емес. Ерте тұр, әрекетіңді жаса, қолыңнан келгенше тырыс, барлығын білуші Алла, көруші Алла. Сол себепті ешқандай да бір ожидание қойма деп. Сенің 5 балаң болғаныңда, бұл сенің өміріңнің соңы емес. Яғни сен қанша да декретте отырсаң да, 5 балаң болса да, сен өзіңді ішіңдегі тұлғалық
потенциалыңды жауып тастауға ешқандай қақың жоқ. Сол себепті сен қай жердесің, сол жерден әрекет жасауды тоқтатпа деп өзіме үнемі айтып отырамын. Соның арқасында қазір инстаграмда да өзім оқырмандарымды жинап жатырмын. Қазіргі таңда 34 мың оқырманға жеткен екенбіз. Яғни өзімді блогта жан жақты ашуға да ұялмаймын. Солай өзімнің оқырмандарыма пайдалы болу мақсатында түрлі видеоларды көрсетіп түсіргенімнің арқасында қазіргі таңда 34 мың оқырманға жетіп жатыр. Және де ютубты мен қазір нөлден бастап отырмын. Және де осы ютубтағы видеоларымда сіздерге пайдалы болу мақсатында ауылда отырсам да өзімді шектемей түсіруге ниет етіп отырмын. Және де сіздерге әр салған видео кішкене болса пайдалы болып, өмірлеріңізді өзгертуге пайдасын тигізсе деген ниеттемін. Менің түсінгенім, біздер қазір қай жердеміз, сол жердегі состояниемізді қабылдап, әрекетімізді осы точка Адан бастап әрекет етуімізді кішкентай қадамдармен тоқтатпасақ, біздің өмірімізде көптеген нәтиже болатынына сенемін. Бірақ қандай нәтиже болмасын, Аллаға тапсыруды әдетке айналдырайық. Біздің әр өміріміздегі әдеттеріміздің барлығы өміріміздің сапамызын жақсартудан бөлек өзіміздің ішкі халін, потенциалымызды ашуға көп көмегін тигізеді. Сол себепті өте қатты ризамын, қуаныштымын сіздерге осындай алғашқы видеомды жазғаныма. Қазір сіздерге таңғы ерте тұрудың пайдасын толық аша алмасам да, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Күн сайын пайдалы видеолар жүктеп отыруға тырысамын. Барлықтарыңызды жақсы көремін, сүйдім, құшақтадым. Және де менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.